Сәлеметсіз бе, Маргарита ханым? Бүгін мен осы дебет және кредит туралы айтатын боламын, және де оның жүктелуін, және де тағы да басқалары. Енді жалпы дебет және кредит бұл бухгалтерлік есептің былайша айтқанда әліппесі, яғни кез келген шаруашылықтың операциясы осы екі ұғым арқылы, яғни екі жақты жазу принципі бойынша тіркеледі. Енді бірінші ол бізде дебет және кредит, бұл жерде бізде мағынасы ол бухгалтерлік шот екі жақтан тұратын кесте түрінде болады. Оны көбінде шот деп те айтады. Яғни дебет ол шоттың бізде сол жағы болып келеді, латын тілінен аударғанда ол қарыз дегенді білдіреді. Кредит шоттың оң жағы латын тілінен ол сенеді дегенді білдіреді. Бірақ кредит ол енді кредит болып саналады. Сосын келесі ол бізде шоттардың түріне қарай жұмыс істеу принципі. Дебет пен кредиттің мағынасы шоттың активті немесе пассивті екеніне тікелей байланысты. Активті шоттар ол бізде сол мүліктер болсын, ресурстар, олардың барлығы бізде осы дебет пен кредитке бөлінеді. Енді дебетте активтің көбеюін білдіреді, ал кредит активтің азаюын білдіреді, немесе сол шығынды алуын. Және де бізде қалдық бар, ол әрқашан тек дебет жағында болады. Сосын бізде пассивті шоттар ол қаржы көздері мен міндеттемелер болып саналады. Мысалға сол бізде жарғы капиталы, жеткізушілер алдындағы берешек, банк несиелерін айтуға болады. Дебет минус болса міндеттеменің азаюы, яғни қарызымыз өтеледі. Ал кредитіміз плюс болса міндеттеменің немесе капиталының көбеюін білдіреді. Сосын бізде қалдық сальдо болады, және де ол әрқашан тек кредит жағында болады осы кезде. Енді келесі ол бізде бухгалтерлік шоттардың жіктелуі. Жалпы бухгалтерлік шоттар ақпаратты топтастыру және жинақтау үшін қолданылады. Олар негізгі үш белгісі бойынша жіктеледі. Бірінші ол бізде экономикалық мазмұн бойынша, яғни активті шоттар шаруашылық құралдарын болуын және қозғалысын есептейді. Меншікті капитал мен міндеттемелер шоттары құралдардың қалыптасу көздерін көрсетеді. Сосын балансқа қатысы бойынша шоттар. Бірінші ол бізде балансы кәсіпорындардың мүлкі мен міндеттемелерін тікелей көрсететін шоттар. Сосын баланстан тыс, яғни кәсіпорынға тиесілі емес, бірақ уақытша пайдаланудағы немесе жауапты сақтаудағы құндылықтар. Енді мәліметтерді егжей-тегжейлі көрсету дәрежесі бойынша, яғни ол бізде синтетикалық және де аналитикалық болып бөлінеді. Синтетикалық дегеніміз бізде жалпыланған көрсеткіштер, яғни олар бізде тек ақшалай түрде болады. Сосын аналитикалық, яғни нақтыланған көрсеткіштер, мысалға сол саны, салмағы, яғни нақты көрсеткіш болу керек болады. Сосын келесі бізде дебиторлық берешектің аудиттің жүктелуі, яғни дебиторлық берешек бұл басқа тұлғаларға кәсіпорын алдындағы қарызы. Енді аудит барысында ол келесі топтарға бөлінеді, яғни пайда болу сипаты бойынша сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі, берілген аванстар, есеп беретін тұлғалардың берешегі, еншілес пен тәуелді ұйымдар. Сосын өтеу мерзімі бойынша, яғни ағымдағы бір жылға дейінгі, яғни сосын ұзақ мерзімді бір жылдан астам. Енді келесі ол бізде кредиторлық берешек және аудиттің жүктелуі соның бойынша. Енді кредиторлық берешек дегеніміз кәсіпорынның басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелері. Аудитте оны келесідей жүктейді. Яғни міндеттеме түрлері бойынша ол бізде жеткізушілер мен мердігерлерге берешек, сосын бюджетке төленетін салықтар мен төлемдер бойынша берешек, пайда болған еңбекақы бойынша жұмысшылар алдындағы берешек, алынған аванстар, сатып алушылардың алдындағы алдын ала төлем, сосын енді мерзім бойынша, яғни қысқа мерзімді бір жыл ішінде өтелуі тиіс, ұзақ мерзімді келесі есепті кезіндегі өтелетін, яғни бір жылдан астам дегендей. Рахмет, сау болыңыз.